Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бүгін каналымызда осылай керемет болып шығатын моншақты әсіптің жасалу жолымен бөліскім келіп отыр. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Әр асхана ханшайымы бұл әсіпті әртүрлі жасайды. Менің жасалу жолымды көріп, осы әдіспен жасап көріңіздер. Бізде көбінесе соғымнан кейін міндетті түрде осылай өкпе, жүрек, бауыр солар қалып қояды. Міне солар қалып қалмас үшін осы әсіпті жасасаңыздар болады. Бізге осы өкпе, бауыр, жүрек барлығы қажет. Сонымен қатар сарымсақ, пияз, күріш, перец, қарабұрыш, сонымен қатар осындай сиырдың аш ішегі қажет болады. Оны базардан сатып алсаңыздар болады, өте арзан тұрады. Мен 2 метрін жасайын деп отырмын. Міне барлық мен бауыр, жүрек барлығын турап алдым. Сонымен қатар пиязды және сарымсақты да турап алдым. Сарымсақ түспей қалыпты видеоға. Барлығын ет тартқыштан өткізіп аламыз. Пиязды да, сарымсақты да, осы турап қойған жаңағы өкпе, бауыр, жүрек барлығын дерлік ет тартқыштан өткіземіз. Және де бір ескеретін жағдай, күрішті міндетті түрде жылы суға салып, жылы суға батырып қоямыз. Сол кезде біздің күріштеріміз өте тез пісетін болады. Міне біздің барлығын ет тартқыштан өткізіп дайындап алдық. Енді осыған жылы суда біраз тұрған біздің күріштерімізді қосамыз. Және де дәміне қарай тұзын, бұрышын және де түрлі дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен қара бұрыш пен кинза қостым. Өте керемет болады. Басқа артық зат қоспасаңыздар да болады. Міне кинзадан осыншалықты мөлшерге 1 қасық және де бұрыштан 2 қасықтай шамамен қостым. Барлығын қосып жақсылап араластырамыз. Осылай барлығын жақсылап араластырып алғаннан соң, осылай 3-4 лавр жапырағын мен секілді майдалап, барлығын осылай бөліктерге бөліп қосып араластырып жіберсеңіздер болады. Ерекше хош иіспен және ерекше дәм беріп тұратын болады. Қоссаңыздар өте керемет болады. Барлығын жақсылап араластырамыз және де 1 немесе 2 бокал су қосып жібереміз. Сол кезде бізде әсіпті ішекке құюға, ішекке салуға өте ыңғайлы болады және де піскен кезде де керемет болып пісетін болады. Жаңағы біздің ішекке құю үшін осылай арнайы баклажканы кесіп аламыз, басы жағын кесіп, осыған ішекті байлаймыз. Видеода көрсетілгендей ішекті кигізіп, осы жерінен байлап қоямыз. Сол кезде бізде ішегіміз шығып кетпейді және де бізге құюға өте ыңғайлы болады. Осы бір жағын баклажкаға байлаймыз, екінші жағын осы ішектің екінші жағын жіппен байлап бекітіп қоямыз. Міне ішегіміздің 2 жағында байладық. Енді баклажкамызге дайындап қойған әсібіміздің құрамын құйып, жақсылап салатын боламыз. Егер құйылмай жатса, осылай қасықпен араластырып тұрсаңыздар тез құйылады. Барлығын осылай құямыз. Және де ішекке құйған кезде өте қатты нығыз құймаймыз. Бустау құямыз. Себебі піскен кезде біздің күріштеріміз ісінеді. Ішектерімізді жарып жіберуі мүмкін. Сондықтан бос қылып, босырақ қылып құйып дайындаймыз. Міне құйып дайындап алдық. Енді баклажка тұрған жағынан шешіп, жіппен жақсылап байлап, қысып байлап аламыз. Дәл осылай барлығын құйып, 2 жігін байлап алғаннан соң бізде ұзын әсіп болады. Осыны моншақ әсіп етіп жасау үшін, міне өзіңізге қалаған көлемде кіші немесе осылай орташа етіп, осылай барлығын
ортасынан бөліп жіппен қысып байлап шығамыз. Сол кезде бізде піскен кезде осы форманы сақтап, моншақ тәрізді жаңағы біздің ассортиге қойғанға немесе ыстықтай күйінде ұсынған кезде өте керемет көрінетін болады. Бұдан кішірек етіп байласаңыздар, кәдімгі моншақ тәрізді ол өте әдемі көрінетін болады. Қонақтарға ұсынуға өте таптырмас керемет тағам болып келеді. Ендігі кезекте әсіптерімізді пісіреміз. Салқын суға әсіптерімізді салып, қайнатамыз. Қайнағаннан соң міндетті түрде көбіктерін тазалап отырамыз. Және де бұл әсіп өте тез уақытта піседі. Біреулерде 40 минут, 50 минутта піседі. Осы 1 сағат арасында піседі деп айтайын. 1 сағаттың ішінде пісіп дайын болады. Дайын болғаннан соң барлығын сүзіп алып, видеода көрсетілгендей етіп, жіп байлаған жерімізден кесеміз. Міне формасы осылай өте керемет, сүйкімді болып шығады. Осылай бүтіндей немесе кесілген күйде ұсынсаңыздар, немесе ассортиге қоссаңыздар болады, өте керемет көрінеді. Видео ұнаса каналға тіркеліп лайк басыңыздар, және де достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Боташка. Менімен болғандарыңызға рахмет.